Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен both, neither және no'ның есімдіктері туралы үйренетін боламыз. Neither және either бұл екі заттың біреуі немесе ешқайсысы деген мағынаны білдіреді. Either екі заттың бірі болса, neither екі заттың ешқайсысы да емес. Would you like tea or coffee? Сіз шай немесе кофе ішесіз бе деп тұр. Either екеуінің біреуін бере салыңыз. Не шай, не кофе бәрібір деп тұр. Neither ешқайсысы да емес, маған I prefer juice, маған шырын бере салыңыз деп тұр. Осыдан ақ түсінуге болады, either дегеніміз екі заттың бірін, neither екі заттың ешқайсысын. Бұл жерде тек қана екі затқа қолданылады. Екі затқа ғана. Мынандай сәттерде бұл жерде жай ғана either болып келеді. Either әрқашанда зат есімнің алдында келеді, достар. Зат есімнің алдында. Мысалы үшін, there will be 2 cakes offered for the wedding. You can choose either cake. Бұл жерде екі торт болады, тойға ұсынылатын. Сіз біреуін таңдай аласыз. Екеуінің міне 2 cakes either cake. Яғни сіз екеуінің біреуін ғана таңдай аласыз. Біреуін, кез келген біреуін. Neither book was fascinating. Кітаптың ешқайсысы керемет болған жоқ. Яғни екі заттың ешқайсысы да керемет болған жоқ. Сосын достар, either мен neither'ның қолданылу ерекшеліктері бар. Соның бірі, егер айттық қой жаңа either көбіне зат есіммен қолданылады деп. Film, books, егер сол зат есімдердің алдында жіктеу есімдіктері немесе белгілі артикльдері кездессе, мысалы the, your, жаңағыдай есімдік жіктеу есімдіктері болса, оған біз either немесе neither of деп жалғаймыз. Ол міндетті түрде жалғаймыз, достар. Neither of the film is interesting. I was bored when I was watching them. Сен берген фильмдердің ешқайсысы қызық болмады дейді. Екі фильм берген, оның екеуі де қызық болмаған. Мен ішім пысып кетті, оны көріп біткенше дейді. Neither of your books will be accepted. Сен екі кітабыңды да, екеуінің ешқайсысын да қабылдаған жоқ деп тұр. Яғни, зат есімнің алдында жіктеу есімдігі немесе артикльдер, белгілі артикль кезде оған of деп қолданамыз. Дәл сонда есімдіктер алдында да, міне, them, as болса, бұл жерде, оның алдында да either of, neither of деп қолданылады. She can invite either of them. Ол екеуінің жаңағыдай them, олардың біреуін шақырады деп тұр. Neither of us has been married. Біздің ешқайсымыз үйленбегенбіз. Either of, neither of етістік келсе, ол жекеше тұрады. Яғни, етістікпен жасалатын болса, ол етістік әрқашанда жеке тұрады. Neither of my colleagues was around. Either of your plans is dangerous. Менің әріптестерімнің ешқайсысы жанында болған жоқ деп тұр. Ешқайсысы болған жоқ. Either of your plans is dangerous. Сенің жоспарының біреуі өте қауіпті деп тұр. Сонымен қатар either or немесе neither or деген есімдіктерді де кездестіресіздер, достар. Сол кезде сіздер you can go there either tomorrow or the day after tomorrow. Сен ертең немесе ары күні бара аласың деп тұр. Бұл жерде екі вариантты да ұсынып тұр. Яғни екі вариант ұсынып тұр, соны екі түрлі жолмен жасалуын көрсетіп тұр ғой енді. Either or деп тұр. Өте керемет сөздік құрау. Егер сіздер сөйлем құраған кезде де осындай екі түрлі вариант айтатын болсаңыздар, осыны пайдалансаңыздар, осыны қолданып сөйлесеңіздер, өте әдемі естіледі. Екіншісі neither немесе neither nor. Unfortunately, I've got neither time nor desire to learn another foreign language дейді. Өкінішке орай, менде дейді уақыт та, ынта да жоқ шетел тілін үйренуге дейді. Уақыт та, ынта да жоқ шетел тілін үйренуге дейді. Түсінікті ғой, either or немесе neither or екеуі де емес деп тұр ғой енді. Сонымен қатар мынандай да бір ерекшелік бар. I don't like dancing. Мен билеуді ұнатпаймын. I don't like it either. Мен де ұнатпаймын деп тұр ғой енді. Маған да ұнамайды ол. Яғни, my brother doesn't like it either. Менің ағам ұнатпайды деп тұр ғой.
ерекшеліктер осылай. Сонымен қатар бір нәрсеге келісетін болсаңыз, достарыңызбенен келісім жасап, бір соның айтқанына көнетін болсаңыздар. Мысалы үшін, I don't like horror films. Мен қорқынышты фильмдерді ұнатпаймын дейді. Neither do I дейді. Осылай жауап берсеңіздер, мен де ұнатпаймын. My brother doesn't like comedies. Neither does my sister. Менің ағам ұнатпайды комедиялық фильмдерді дейді. Neither does my sister. Менің әпкем де ұнатпайды деп тұр ғой. No. Ешқандай. No. What information did you have? No. Ешқандай жаңалық жоқ дейді. My father had 2 sisters. My mother had no. Менің әкемнің 2 әпкесі бар, ал анамда жоқ. Ештеңе жоқ. Әпке де жоқ, аға да жоқ. Басқа ештеңе жоқ деп тұрған. None of жаңа өздеріңіз білесіздер, of қайда қолданылатын, яғни зат есімнің алдында this, that немесе жекеше тұрған есімдіктер келсе, онда міндетті түрде none of болады. None of these books is interesting. Мына кітаптардың ешқайсысы да қызықты емес. None of them come to her party. Оның туған күніне ешкім келген жоқ. Яғни ешкім, ешқайсысы, ешқалай деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар both екі заттың екеуі де. Либо екеуі де ұнатасың, екеуін де ұнатпайсың деген сияқты. Екеуі де бар, екеуі де жоқ деген сияқты. Екі заттың екеуі де. Оның біреуі емес, екеуі де. Martha can speak both languages. Марта екі тілде де сөйлей алады. Both women are slim. Екі әйел де өте тартымды. Егер зат есімнің алдында this, yours сынды есімдіктер кездессе, онда both of пен жасалады. Мысалы үшін, both of my sisters are doctors. Менің екі әпкем де дәрігерлер. Where are the 2 books which I gave you last week? Мен саған өткен аптада берген кітаптар қайда? I'm sorry, but I've lost both of your books. Кешірші, бірақ мен екеуін де жоғалтып алдым. Ол кітапты екеуін де жоғалтып алдым деп тұр ғой. Яғни екеуін де деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, егер де мынандай this, my, your деген сынды есімдіктер кездесетін болса, both of деп қолданыламыз. Both және and. Бұл енді қалай айтсам болады сіздерге? Сөйлемнің мағынасына қарай. Martin speaks well both English and Russian. Мартин ағылшын тілінде де, орыс тілінде де сөйлей алады. Яғни біз бұл жерде сөйлем айтып келе жатқан кезде осыны қолданамыз. She is both attractive and intelligent. Ол өте, ол әрі тартымды, әрі интеллигентный деп айтуға болады. Әрі деп те аударсақ болады, және деп те аударсақ та болады. Солай өздеріңізге қалай ыңғайлы солай аудара бересіздер, достар. Достар, осы менің сіздерге бүгінгі айтатын сабағым. Білімдеріңіз арта берсін. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы болады деген білімдермен бөлісетін боламыз. Егер де сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болса, онда лайк басып комментар жаза кетіңіздер. Түсініксіз болса, сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар. Кездескенше.